Қайырлы күн, назарларыңызға аттестациядан келетін сұрақтардың 3-ші нұсқасын ұсынамын. Білім беру саласындағы практик маман үнсіз қабылдайтын, мінсіз қоғамның бейнесін іске асыруға бағытталған праксис нысаны. Дұрыс жауабы педагогикалық қызмет. Балалар өздерінің сеніміне, біліміне сүйеніп пайымдау жасай алады деген түсінікке негізделген оқыту ортасы. Дұрыс жауабы оқушыға бағдарланған. Жаттап алуға бағытталған сұрақ. Төмен дәрежелі. Балалардың қабілеті жетіп тұрса да кеңес берілмеген жағдайда тәсілдерді пайдаланбауы. Дұрыс жауап өнімділік тапшылығы. Оқу нәтижелерін оқушының жеке тұлғалық аспектісі ретінде қарастыратын тұжырымдама. Дұрыс жауабы алынған білімнің өмірмен байланысын ұғыну. Оқушының жауабын түзетуге көмектесу үшін сұрақты қарапайым етіп қою. Түрткі болу. Көпіршелер деп саналу үшін оқыту мен оқуда қарастырылатын жағдайдың бірі. Оқушыға өз бетінше орындай алмайтын тапсырманы орындауға мүмкіндік беру. Тапсырманы орындау барысында оқушыға бағдар беріп отыратын сұрақ қою тәсілі. Түрткі болу. Жаңа білімдерді, әдістерді және ережелерді түрлі нұсқада пайдалану Блум таксономиясының қай қадамына сәйкес? Қолдану. Субъектілерге басқалардың мінез-құлқының салдарын көруге, әртүрлі мінез-құлықтың салдары туралы белгілі бір түсінік алуға мүмкіндік беретін тәсілдің бірі. Бихевиористикалық. Тәрбие әдістерін таңдап алу шарттары. Тәрбиенің мақсаты мен міндеті мазмұнына қарай. Білім берудің екі аспектісі. Интеллектуалды, рухани адамгершілік. Лисенкованың технологиясының ерекшелігі. Ынтымақтастық. Сынып сағаттық жүйені реформалауды алғаш ұсынған кім? Белл Ланкестер. Педагогиканы оқыту әдістемесінің зерттеу нысаны болып табылады. Педагогиканы оқыту үдерісі. Сабақта оқушылардың оқу жұмыстарын ұйымдастыру формалары. Дербес, топтық және фронтальды. 21 ғасыр. Технологиялық мәдениет дәуірі. Болмыстағы және өмірдегі сұлулық пен әдемілікті дұрыс қабылдау қабілетін қалыптастыру.
эстетикалық тәрбие, техникалық құралдарға жатады. Үнтаспа, телеарна, бейнетаспа, компьютер. Іскерлік ойын. Белсенді оқытудың формасы.